Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз қазақтардың ру тайпалық құрылымы қалыптасуының тарихи шарттары. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты ру тайпалық құрылымның қалыптасу кезеңдерінің ерекшеліктерін айқындау. Бүгінгі сабақта біз туыстық қағидасы мен рулық құрылымның маңызын айқындаймыз, жүздердің пайда болу факторларын айқындайтын боламыз. Ру тайпалық ұйым көшпелі қоғамның негізгі белгісі, шежіре айту дәстүрі бар рулық тайпалық ұйым кез келген көшпелі қоғамға тән. Рулар мен тайпаларға бөлініп, көшпелілердің қоғамдық өмірінде маңызды рөл атқарады. Шежіре қатаң түрде әке жағынан есептеліп, баладан әкеге қарай 30 және одан да көп ұрпаққа дейін айтылады. Ру дегеніміз бұл әдетте 10-15 атадан қосылатын атаймақтар бір ру есептеледі. Оның басшысы ру басы деп аталады. Руға өзінің жеке қасиеттерімен немесе аталарынан мұрагерлікпен жеткен адам билік еткен. Ру басы да көпті көрген, білікті, тәжірибелі адам болған екен. Ұлысқа келетін болсақ, ұлыс бұл бірнеше рудан құрылған екен. Ұлыс билігі сұлтанның қолында болды. Сұлтандар әдетте хандар мен ақсүйектер әулетінен шыққан. Олар билік кеңесіне сүйенген. Билер ірі кеңестерде ұлыстың намысын қорғаған. Жүзге келетін болсақ, жүздер бірнеше ұлыстардан құралады. Оның басшысы хан деп аталады. Қазақ хандары шамамен 15-16 ғасырларда тайпалардың одағы негізінде қалыптасқан екен. Енді осы жүздерге келетін болсақ, жүздердің пайда болуы бұл қазақ халқының этникалық, саяси және әлеуметтік даму тарихымен тығыз байланысты күрделі үдеріс болып табылады. Жүз қазақ халқының 3 тарихи этникалық бірлестігі, яғни ұлы жүз, орта жүз, кіші жүз болып бөлінеді. Пайда болу мерзімі шамамен жүздердің қалыптасуы 14, 15, 17 ғасырларда толық айқындалды, бірақ оның алғышарттары 15 ғасырдан басталады. Қалыптасу себептеріне тоқталатын болсақ, көшпелі өмір салтына бейімделген әлеуметтік құрылым қажеттілігі, біріншіден, екіншіден, әртүрлі тайпалардың тарихи бірлігі, үшіншіден, жергілікті географиялық орналасуына байланысты туындаған ішкі саяси әлеуметтік ұйым, келесі бұл қауіпсіздік пен өзара көмек қажет болғанда, әсіресе жоңғар шапқыншылығы кезінде бірігу қажеттігі. Яғни әр жүз өз территориясын қорғаған, ал жалпы қазақ халқы территориясына басқа өңірлерде қауіп төнген жағдайда әр жүз өздеріне бір-біріне көмек көрсетіп отырған екен. Жүздердің ерекшеліктеріне келетін болсақ, ұлы жүз оңтүстікте Сырдария мен Жетісу өңірінде, орта жүз орталық және солтүстік шығыс Қазақстанда, кіші жүз батыс аймақтарда орналасқан екен. Жүздерде билік, әр жүзде би, батыр, ру ақсақалдар үлкен рөл атқарды. Хандар жүздердің басын біріктіруге ұмтылғанымен, жүздер көбіне жеке басқарылған. Жүздердің құрылуы қазақ халқының ішкі ұйымдасуының маңызды кезеңі болып табылады. Ұлы жүз бұл құрамына кірген тайпаларға кіретін болсақ, Үйсін, Дулат, Жалайыр, Албан, Суан, Сарыүйсін, Ыстық, Сіргелі, Шапрашты, Ошақты, Шанышқылы, Қанлы деген тайпалар кірген. Орта жүзге Арғын, Найман, Керей, Қоңырат, Қыпшақ, Уақ деген ру тайпалар кірген. Кіші жүзге жалпы Әлімұлы, Байұлы, Жетіру деп 3 тайпадан бөлінген. Енді бұлардың территориясын картадан көрсеңіздер болады. Кіші жүз территориясы батыс Қазақстан, мына жерде батыс Қазақстан, міне батыс Қазақстан болсаңыздар болады. Орта жүз бұл орталық Қазақстан, шығыс, солтүстік Қазақстанды қамтып отыр. Ал ұлы жүзге келетін болсақ, территориясы Жетісу, оңтүстік Қазақстан, яғни мына жерде қызылмен белгіленіп тұр, иә. Енді осы берілген мәліметтерді пайдалана отырып, осы видеоның астындағы комментарий бөлімінде ссылкаға кіріп, тест тапсырмаларды орындауларыңызға болады. Звонокта қосылып кетті ме екен, қайтадан не қылып? Ештеңе етпейтін шығар звонок арқылы. Өте айтпайсыңдар, мен өйстіп жатырмын ғой қолымда. Харсима, не тайсима.